Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын шоколадты маффины дайындайтын боламыз. Арасына салма салынғандықтан маффины деп аталынады. Өте жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге керек заттарды дайындап аламыз. Бізге сүт, шекер, сұйық май, ұн, сары май, какао, қопсытқыш, жұмыртқа, шоколад қажет болады. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, үстіне жұмыртқа саламыз және шекерді де салып, миксерлеп аламыз. Барлығы біркелкі болғанша миксерлейміз және үстіне сұйық май құямыз. Сүтті де құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Тағырда жақсылап миксерлеп аламыз. Ары қарай құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұн, какао, разрыхлитель үшеуін араластырып, електен өткізіп салатын боламыз. Мен електен 3 бөлікке бөліп өткіздім. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды. Осы кезде миксер қолданбасаңыздар да болады, венчиктің көмегімен араластыруға болады. Ұнымыз шашырап кетпес үшін бірінші осылай миксермен араластырып алсаңыздар болады. Міне барлық ұнымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне шоколад саламыз. Мен капля шоколад қолдандым. Сіздер үйде бар шоколадты майдалап қоссаңыздар болады, немесе жеміс-жидек араластырсаңыздар болады. Силиконды қасықтың көмегімен немесе жай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Міне қамырымыз осылай болып шығады. Ары қарай кекстің формаларына саламыз. Мен осындай кекстің формаларына салып шықтым. 2 қасықтан салып дайындап аламыз. Бұл маффинді жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады және де жұп-жұмсақ болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің рецептіме жасап, комментарияға бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлығын дайындап алып, үстіне шоколадымызды сеуіп шығамыз. Бұл міндетті түрде емес, қалауларыңызша жасайсыздар және 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің маффиндеріміз дайын, пісіп шықты, өте керемет болып шықты, жұп-жұмсақ болады. Арасындағы шоколадтарының барлығы толықтай еріп, арасы толықтай пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, және менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Ас болсын, қош сау болыңыздар.